Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Қорғанбаева Үскүл нөмірі 66 орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Мен сіздерге бүгін 7-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен Мағжан Жұмабаев атамыздың Батыр баян поэмасын өткізгелі тұрмын. Сабақтың мақсаты әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау, әдеби жанр түрлерінің даму барысында жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру. Енді осы сабақты әрмен қарай жалғастыру үшін біз бейнежазбаға көңіл аударамыз. Бейнежазба тамашалап алайық. Алаш қозғалысының қайраткері ақын, қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі Мағжан Жұмабаев 1893 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданында дүниеге келген. Ақынның Батыр баян поэмасы 19 ғасырдың 20-шы жылдарында қазақ эпикалық поэзиясының озық үлгілерінің бірі. Шығарма 1923 жылы жазылып жарыққа шыққан. Батыр баян поэмасы 18 ғасырдағы қазақ қоғамының шындығын, жоңғар шапқыншылығы тұсындағы аумалы-төкпелі кезеңді, ел бірлігінің ерлігін айшықты бейнелейтін екі тараудан тұратын көлемді шығарма. Мінекей балалар, біздің Батыр баян поэмасының авторы Мағжан Жұмабаев Бекенұлы атамыз. Өмірбаянымен таныс боламыз. Енді осы тақырып бойынша мен сіздерге сіздерге миға шабу әдісі бойынша тапсырма беремін. Осы тапсырмаларға барлығымыз топ болып жауап береміз. Балалар, неге мына сұрақтарға барлығымыз танысып, осы сұрақтар бойынша жауап беруге тырысайық. Енді екінші, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бұл оқулықпен жұмысты жалғастыр ойыны арқылы поэмадан үзінділер айтамыз. Егер де қай бала, бұл жерде біз жұптық жұмыс жасаймыз. Екі бала шығып, тақтада осы поэмадан үзінділер оқиды. Енді осы мәтін бойынша сендерге берілетін тағы бір тапсырма. Екі топқа екі тапсырма беремін. Бірінші тапсырма Батыр баян кім деген сұраққа жауап береміз. Екінші тапсырма поэманы оқи отырып, тарихи көнерген сөздерді тауып жазамыз. Енді сол тапсырманы орындап болғаннан кейін балалар, мен сіздерді дискриптор арқылы бағалаймын. Яғни сендердің осы мәтін бойынша жазған Батыр баян туралы ақпараттарды қалай іздестірдіңдер, және көнерген сөздерді тауып мағынасын қалай аштыңдар. Осы туралы, осы жайлы мен сендерді дискриптор арқылы бағалаймын. Енді балалар, тағы бір біздің әдісіміз 5 жолды өлең әдісі деген. Осы поэманың ішінен бір сөзді алып, 5 жолды өлең құрастырып шығамыз. Енді сабағымызды ыстық орындық әдісі арқылы қорытындылаймыз. Бұл ыстық орындық әдісі бір оқушыны тақтаға шығарып, сол оқушыға бүгінгі тақырып бойынша сұрақтар қоямыз. Енді осы тапсырма бойынша оқушылардан кері байланыс аламын. Кері байланыс, яғни оқушыларға сабақта қалай ұнады ма, бүгін сабақта не үйренді, күндегі сабақтан бүгінгі сабақтың ерекшелігі қандай деген сұрақтарды 5 саусақ әдісі бойынша осы 5 саусаққа толтырып шығасыздар. Егер тапсырма мені мазалаған ой тақырыбында шағын ой толғау жазып келесіңдер, поэмадан үзінді жаттап келесіңдер. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Көп тамашалағандарыңызға көп рахмет.